Bir адам орамалын шешті екен деп, исламның бір абыройы түсіп, ислам бір құнсызданып қалмайды. Жалпы бір адамның исламды дұрыс түсінбеуі, исламды күнделікті өміріне дұрыс енгізе алмауы исламның өлшемі емес. Ислам 14 ғасырдан бері адамзат тарихында әлемдік өркениет құрғандан ғой бұл. Бір адамның орамал шешуі, бір адамның намаз оқымауы ол исламға бір зардабын, исламға пайда зиян келтіре алмайды. Ислам ол күн. Ал сіз орамалды шешу арқылы өзіңіздің көзіңізді жаптыңыз. Сіз көзіңізді жабу менен күн секілді исламға зиян бере алмайсыз, тек өзіңізге ғана қараңғы қылдыңыз. Кім иман келтіргісі келсе, иман келтірсін. Кім күпірлік етсе, күпірлік етсін дейді Алла Тағала Құранда. Сенің иманыңның өзінде еркіндік беріп қойған ғой Алла Тағала. Ла икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ. Сондықтан ешбір адамның жүрегіне, санасына бізде достық жоқ. Иннека ла тахди ман ахбабта, валакинналлаха яхди ман яша. Адамзаттың асылы болған пайғамбардың өзіне Алла Тағала айтып отыр. Сен ешкімді, туғаныңды жақсы көрген адамыңды тура жолға сала алмайсың. Валакинналлаха яхди ман яша. Алла ғана қалаған тура жолға салады. Алла ғана салады тура жолға. Орамал шеше ма, шешпей ма, әркімнің өз еркі. Ислам ешкімді мәжбүрлемейді. Бұл адамның иманы, адамның діни дүние танымы менен діни сенімінің көрсеткіші бұл. Түсініңіз? Ол ешкімге зиян бере алмайды. Енді жарнамалап жатса, ол басқаларға үгіттеп жатса, ол әрине діни тұрғыдан күнәсін арқалайды. Бірақ исламға қанша теріс жарнамалар, исламофобиялар, исламды қаралаулар қаншама болып жатыр. Бірақ Алла Тағала не дейді қаланда? Олар күнді үрлеп, ху деп өшіргісі келгендер секілді. Бірді, бірақ кейде отты үрлеген кезде от қайтадан жанады. Одан бетер. Исламға біз күйе жағып, исламға бір теріс қылық танытып, исламды қаралайтын болсақ, ол керісінше отты көсегендей. Әркімнің өз еркі, әркімнің өз қалауы. Bir адам орамалын шешті екен деп, исламның бір абыройы түсіп, ислам бір құнсызданып қалмайды.